Сәлеметсіздер ме? Мен Марат Махамбет. Бүгін мен сіздерге жетекшім Гүлзат Аманқызымен бірге зерттеу жүргізген. Көпшілік біле бермейтін құрықтағы алғашқы телефоншы Сәнімай Отарқызы Жәумітбаева туралы айтқым келеді. Бұл менің туған өлкем Маңғыстаудың қазыналы құрығы. Бұл жерде ел үшін адал еңбек еткен талай жанның ізі жатыр. Солардың ішінде ауылымыздың тарихында ерекше орны бар тұлға, құрықтағы алғашқы телефоншы, байланыс саласының қарлығашы, еңбек қызыл ту орденінің иегері Сәнімай Отарқызы Жәумітбаева апай. Сәнімай апай 1940 жылы Түркменстанда дүниеге келген. Жастайынан орыс мектебінде оқып, білімге құштар болып өседі. 16 жасында Мақтұмқұлы мен 41 фильмдеріне түсіп, ұлттық болмысты экранда көрсете білген өнерлі қыз ретінде есте қалады. 1960 жылы отбасы Маңғыстауға көшіп келгеннен кейін, Сәнімай апай жаңа құрылып жатқан Ералы ауылында телефон байланысын орнатуға кіріседі. Жертөледе тұрған күндерден бастап, тытыс пунктін өз қолымен құрып, ауылдағы ең алғашқы телефоншы атанады. Сәнімай апай мыңдаған адамды жақындарымен жалғап, талай сағынышты қауыштырған жан. Сәнімай Отарқызы тек шебер телефоншы ғана емес, өте мейірімді адам болған. Қиындық көргендерге көмектесіп, жетімдерге пана болыпты. Ақын Ізтұрған Ахметов оны бір күндік сәуле хикаятында жан жылуын аямай төккен аяулы адам деп жазған екен. Еңбегі еленіп, 1976 жылы ол еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Бұл сол дәуірдің ең жоғары еңбек наградаларының бірі еді. Сәнімай апай 36 жасында өмірден озды, бірақ артына өшпес із қалдырды. Өз аманатында мені Жылантауға жерлеңдер, теңіз жақын тұрсын депті. Мен ата-әжем мен жетекшіммен бірге барып, рухына Құран бағыштадым. Бүгінгі цифрлық дәуірге жетуіміз Сәнімай апайдай алғашқы байланысшылардың еңбегімен жалғасқан тарих. Қарапайым қол телефоннан басталған жол бүгінгі заманауи технологияға ұласып отыр. Құрықтағы алғашқы телефоншының өмір жолы еңбек пен мейірімнің айқын үлгісі. Сәнімай Отарқызының есімі ешқашан ұмытылмасын.